Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей мен Айым. Бүгін сіздермен керемет дәмді шу деп аталатын пирожныйның рецептісімен бөлісетін боламын. Оңай және тез дайындалатын рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер, пікірлеріңізбен бөлісіп және маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Біз ең алдымен үгітілмелі қамырдан, яғни кракелин деп аталатын қамырдан бастаймыз. Ол үшін бізге ұн, қант және көбіктап туралған сапасы жоғары 82% май қажет. Сіздер білесіздер, мен үнемі президент майын пайдаланамын. Сапасы жоғары маймен пирожныйларыңыз дәмді әрі пайдалы болады. Осы үшеуін бірге біріктіріп, араластырып, қамыр дайындаймыз. Бастысы үшеуі бірігуі қажет және қамырда араласпай қалған май болмауы қажет. Мен блендермен араластырамын, егер жоқ болса қолмен араластырсаңыздар болады. Қамыр дайын болған соң, 2 пергамент қағазының ортасына салып, жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымыз дайын, енді осыны жаямыз. Жалпы қамырды жұп-жұқа етіп, немесе сәл қалыңдау етіп жайсаңыздар да болады. Ол өз еріктеріңізде. Қамырымызды біріктіріп алып, енді 2 пергаменттің ортасында жайып шығамыз. Мінекей, қамырымызды да жайып алдық. Менің қамырымның қалыңдығы 1,5-2 мм. Мен бірден кесіп, содан соң қатыруға жіберемін. Ал сіздер қамырды жайған соң, бірден қатыруға жіберіп, қатқан соң кессеңіздер болады, өз ыңғайларыңызға. Көлемі қайнатылған қамырдан үлкен болуы қажет. Менде диаметрі 4,5-5 см кескішпен кестім. Жалпы кескеннен қалған қамырды біріктіріп, тағы жайып, қатырып, кесіп, ары қарай пайдалансаңыздар болады. Енді дайын болған қамырды мұздатқышқа жібереміз қатыруға. Ол міндетті түрде қату керек. Ол қатқанша біз келесі кезекте қайнатылған қамырымызға көшеміз. Ол үшін бізге сүт, су, тұз, қант, ұн, сапасы жоғары сары май және жұмыртқа қажет. Ең бастысы майыңыздың сапасы жоғары, құрамы таза болуы қажет. Және жұмыртқаларыңыз балғын болуы керек, сол кезде дәмі өте дәмді болады. Ең алдымен сүт, су, тұз, қант және майды түбі қалың сотейникқа құямыз да, орташа отқа жібереміз және қайнағанын тосамыз. Лопатканың көмегімен араластырып отырамыз, барлығы бірігіп, майымыз еріп, алғашқы көпіршіктер пайда болғанын тосамыз. Мінекей, сұйық массамыз да қайнады. Енді осының үстіне бірден ұнымызды салып жіберіп, лопатканың немесе қатты ағаш лопатканың көмегімен ұнымыз түгел араласқанша, яғни қамырымыз түгел піскенше араластырамыз. Яғни сотейниктің түбінде жұқа қыртыс пайда болғанша араластыруымыз қажет. Бұл этап бізде гликализация деп аталады, яғни қамырдың бір-бірімен жабысуы, бірде-бір ұн қалмауы қажет. Сотейниктің түбінде қыртыс пайда болуы қажет. Мені көріп тұрсаңыздар, сотейниктің түбінде қыртыс пайда болды. Тура осы уақытта қамырды оттан алып, бірден миксерге немесе жеке ыдысқа бірден саламыз да араластырамыз. Менде миксер жоқ болса, жеке ыдысқа салып араластырыңыздар. Миксерге салғаннан кейін лопатка деп аталатын насадкасымен қамырдың 35-37 градусқа дейін суығанша араластыруымыз қажет. Қамыр суыған соң, оны жұмыртқа арқылы ылғалдандырамыз. Жалпы жұмыртқаны бірден құйып жібермеңіздер, бірнеше бөліп, яғни 4-5 бөліп құйып отырамыз. Әр құйған сайын жақсылап араластырамыз, яғни қамыр мен жұмыртқа біркелкі болып бірігуі қажет. Арасында міндетті түрде лопаткамен араластырып тұрғандарыңыз жөн. Міндетті түрде қамырларыңызды араластырған сайын қарап отырыңыздар, себебі жұмыртқа не аз, не сәл көп кетуі мүмкін. Ол жұмыртқаға және қамырларыңызға байланысты. Дайын болған қамыр лопаткадан 3 бұрыш болып ағып тұруы қажет. Енді дайын болған қамырды кондитерлік қапшыққа саламыз. Қамырды бөлме температурасында ашық қалтыруға болмайды. Себебі ол кеуіп қалуы мүмкін. Қамырды осы қапшықпен құя берсеңіздер де болады, немесе вупипайдың, не болмаса макаронстың насадкасымен құйсаңыздар да болады. Жалпы заварной қамырымыз дайын, енді оны қайда пісіретінімізге келейік. Жалпы қамырды біз негізі болса әрине перфорированный осындай коврикке пісірген дұрыс, яғни эклер, профитроли пісіретін коврикте пісірген абзал. Бұл коврикті сатып алсаңыздар, бірнеше жылға сіздерге қызмет етеді. Егер жоқ болса, онда пергаменттің үстіне пісіре берсеңіздер де болады. Енді дәл осы видеода көрсетілгендей заварной қамырды осы ковриктің бетіне құйып шығамыз.
Заварной қамырымыздың көлемі кракелиннен асып кетпеуі керек. Яғни кракелиніміз 4-5 сантиметр болса, ал заварной қамыр 3 сантиметр болғаны дұрыс. Жалпы пирожныйларыңызды үлкендеу қылып пісірсеңіздер де болады, бірақ маған осы көлем ұнайды. Енді осы құйып шыққан заварной қамырларыңыздың үстінен суық мұздатқыштан алып шыққан кракелиндерімізді орналастырып шығамыз. Осы жерде айтатын бір мәселе, духовкаларыңызды 200 градусқа алдын ала ысытып қойыңыздар. Енді дайын болған пирожныйларымызды қызып тұрған духовкаға саламыз, бірден градусын 180 градусқа түсіреміз және осы градуста толығымен пісіріп шығамыз. Мінекей пирожныйларымыз пісті, қарасаңыздар бір келкі болып піскен. Енді шуларымыз суығанша креміне көшейік. Кремі өте оңай және нәзік болып шығады. Бізге өте суық 33% кілегей және өте суық қойытылған сүт қажет. Екеуін миксерге салып, қоюланғанша миксерлейміз. Әдеттегідей миксердің аз жылдамдығынан бастап, біртіндеп жылдамдығын арттыра отырып миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Дайын болған кремді кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Қарап тұрсаңыздар, шуларымыз өте әдемі және біркелкі болып пісіп шыққан. Енді осы суыған шуларымыздың түбінен кішкентай насаткамен немесе қасықтың көмегімен тесіп шығамыз. Тура видеода көрсетілгендей. Ал енді шуларымызды креммен толтырып шығамыз. Тура видеода қарап отырғандарыңыздай асықпай барлығын толтырып шығамыз. Осымен пирожныйларымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, тіпті тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Маған тіркеліңіздер, пікір қалдырып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген тәттілердің рецепттерімен бөлісетін боламын. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.